Қыздарыма, апам екеміз талдың түбінде. Жолықтық, апа, жұртқа сәлемдесіп қойсайшы, енді амандасып. Қандай? Аман есесіңдер ме айналайын бала-шаға? Қатар құрбым бар шығарсыңдар. Келін кепчіктер, өсіңдер, өніңдер. Құдайдың көрсеткен балаларының рахатын көріңдер сұрақтары. Мен де 10 бала тәрбиелеп, мінекей. Апам соғыс ардагерінің жесірі. Мен де соғыс ардагерінің жесірі едім. 75 жылдыққа апама көп деген сыйлықтар әкелді. Украинадан келді. Ән айтпесе. Не то что. Не то что. Украинадан келіп, құттықтап, суретке түсіріп алып кетті. Бар киімімді кигізіп, медалдың бәрін тағып, сөйтіп алып кетті. Мінекей. Кемпірдің отқан жері береке. Ал енді әйтеу тірлік істеп жатырмын. Там тасым жөндеп, моншасы. Менен көріп... Ой, тек апа, тек өзін соққандай болмаш деген. Жоқ, елдің барлық монша соғып. Аха. Тілетайын үй соғып жатыр. Ой, монша деген бизнес болды ғой, қазір сен әшейін үстіңге 2 шелек су қойып шықсаң 200 теңге бересің. Ой, Алла. Ойбай бизнес. Тегін келіп түсіп жатыр, кетіп жатыр. Үстеме алып жатқанымыз жоқ. Өздері білсе береді, білмесе түсіп жатыр. Қой деді балам. Өліп батқан істемен жоқ апа. Бергенін алды отыра берді. Елдің бәрі 5 сом деді ма, 4 сом деді ма, қаман сондайдыға түсетіміз. Біздікі 2 сом ба, 1 сом ба. 2 сом біздің. Білмейді. Айтып өзім түсем болды. Апалардың отырған жері береке. Бірлік болады. Ал енді, мына туған күніме, Апам туған күні болды. 1 майда апам туған күні. 1 май күні бәрін даярлады. Мына өкіметтің несінен шығамай қалды. Балалар келемей қалды. Иә, астанада да балалар бар. Шығамай жатыр. Не болып қалды ғой енді, карантин болып келемей қалды. Ішім жаман болып отыр, жаман болса да қайтем, өз қолымды өзім кесемейді кесің. Көппен көне көрсетсін енді. Айналайын, халқым, елім, жұртым, аман болыңдар. Аман болыңыздар. Бала шағыларын қызығын көріңдер. Шалы бар кемпір болса, шалдарыңның кәнде өмір сүріңдер. Ой бәрекелді. Тең қартайыңдар. Аумин. Қандай тамаша. Мына қараңыздар, апам екеміздің отыратын талымыздың түбі қандай әдемі. Көкпенбек. Жәнімізде бұзау жатыр. Құстар ән салып жатыр. Мына ауыл қандай тамаша апа, иә? Ауыл Ештеңе жетпейді. Ауылға не жетпейді? Тіршілік жүріп жатыр. Апам мына тамды көтеріп тастады. Бұл жауып таптады. Көр бар. Таптады. Маржан черникасы беріп жатыр. Беріп жатыр черникасы. Қазір сотамға. Маржан тек бір ауыз мөлдірей, кек қапсын қаладан кіріп бір шай іш демеді ғой маған. Мен ана қызға шақырып, шайымды беріп, етім дасып, келінімен екеуі. Мен де әйтпесе бір орамалды алып сіздің туған күніңізге келетін еді, бір мата біздің де үйде табылатын еді ғой. Рахмет. Маржанға айтыңыз, өкпеледі, мөлдір өкпелеп қалды деп айтыңыз. Өзің бар көр. Ол қатындардың ішінде олар черникасы да әдемі әңгіме айтып жатса, мен лып етсем ұнатпай қалады. Қатын жоқ қазір. Әлі келген жоқ. Түсте келеді. Онда түстеме жетіп келе қалайын ба? Келеді. Жындары сақылатын жер олар. Әңгімемізді шырқын бұзып, мынаудай кеп қаптыр. Келем онда. Опше, сен төркін төсіңмен аралассам ба деп жүрмін. Келіңіз аралассам. Диасқа бардым. Мен тістеп тастады. Ой, ол да сиқымның қызы ғой. О да сиқымның қызы. Сиқымның қызын қоймай жүрмін. О, иә. Оның кейін әнерді қарлықыш деген біреу бар. Төкен деген. Ол да сиқымның ба? Күйеу өліп қалды. Иә. Білем ғой кісілер. Сол әнектің баласына тамалып берді. Ғарип байы бар, салғысы. Иә. Бұлар да біреу ғой. Танып барады. Бәрі өткенде сәлем қылады екен маған. Әкпе деп қарақөлді. Мен білмейді екен. Анда сонда бір мінге дәкпу. Ризасыз ба? Ары өткет, бері өткет, қарақөлінің қызет деп. Дөт деп өтеміз дейді ғой. Мен қайдан білем кім дөтті бар. Айдан. Маржан! Тегі мына есік алда мөлдір кеп отыр екен деп көрші әйелдерге не берейін деп атырсың черникасы. Қатындармен шай іш демедің ғой? Бірінші сұра, ана мөлдірде кеп отырса бола ма деп. Сен жақтырасыңдар ма мені? Болды онда келем. Қаншада келейін?
Болған. Ұмытпай маржан шайын ішетін болдым. Өзім сұрап алдым. Ал айтпаса. Қаттан әңгімесін тыңдаған. Апа күшті ғой. Күшті айтады әңгімені. Алты қатын ба келеді. Алты қатын өлтіріп әңгіме айтсам. Бәрі құр келмейді қазір. Мен отырған жерде. Мен осы ауылдың ең үлкені мен болып қалдым. Бірдеңе. Мен де онда бірдеңе әкел деген намек қоймаған. Не әкелем? Түк. Жаңа шықтым ғой далаға. Жақсы болып баратын жер таным. Апа екеуміз вечеринканың ішіне кіріп алдық. Енді бір өлең айтамыз, сосын кетеміз апа далаға. Өзіміз әңгімемізді айтып талдың түбінде отырайық. Өздері отыра берсін. Seni barışkın uçtuma bilmedim. Aytıver nurbaşım, aytıver gülgenim. Köpdümnem bulbulu, kevdeme konadı. Kırşakka kırgülü, tolkundayı bolardı. Kirpilik gitme benim kasımdan. Апа соны айтайық та кетейік, не своей тарелке болмай далаға өзіміз. Болмай қалды ма? Өзіміз болып отырмыз. Bizde dergir bir kız var. Gelsin. Başkasını aytacak. Biz bilen demek. Endi ketip baradır koy. Mana traktör шығармыз. Жаңа. Bizden ağay. Біздің ағай. Жеңге кетсе қыдырып, кешкелерді түндіріп, ағайды отырып, шылпылдатып кірі жуып, біздің ағай тамаша. Апа, ол кеттік, өз темалар бар екен, біз бұл жаққа кіремайды екенбіз. Ана, неден көресің? Үйде вечер болып жатыр, касса. Біз кіріп шықтық апа екеуміз. Бір ауыз тілегімізді айтып, ән айтып, томпип отыр апа. Біз бармасақ ән де жоқ, басқа да жоқ отыр. Бізді бірақ жақтырған жоқ, біз шығып кеттік содан. Оның арасында мына қатын да бар, біз жақтырған бар, біздің қасында отырмыз. Өзіміз бөлек отырамыз, біз өзіміз жарасымыз. Ойбай, әпкелісіңіне қозғапты бүгін. Иә. Жақтырмай отыр өздерінше. Иә. Бопты. Ал шықтық далаға, өзіміз бешер жақ айтамыз әнімізді де, жырымызды да. Мәдина Ералиева. Қаза тауып кетті. Нұр жалып тұрған көктемде, гүл кере барған бөктереде. Неме, көдім жетпей қалай, бұлдырлап қалай. Қараша келгелі шақтарада. Қараша бұлттар қазанда. Ай, kızım ben bergeç. Ana kızım ben. Bergeç. Оқы мынаны, оқы. Білет, Түсінбей білет. отырмыз. Ол білет. Оқ бер бізге. Қазбауыр бұлттарының Маңында, орманға жалғыз барғанда. Ай, арманда мені арманда. Мен бәлдет бұна жалғанда. Есіңге мені алғайсың. Жәндім, осы біздің жолымызды қуады. Осы қыз Мынау қуат. Осы да бірдеңе бар екен, дауысы бар екен. Ал апа Дариғаға сәлем жолдаймыз. Карантинде Астанада қалған Дариға деген мен қайынсіңден бар. Не, ашылды ма екен ояқ? Ашылған жоқ әлі. Ашылған. Мейлі. Аман есен болыңдар. Ербол, Айнагүл. Кім ей? Кім еді? Баланың аты кім? Балалардың. Айтсаш. Ерсағын. Одан көрдім. Еркебан. Бәріңе аман болыңдар. Өмір жастарың ұзақ болсын. Дариғаны ұмыттыңыз ба? Зауды, ойбой, дәріған бар. Ұмытып бадым. Жорыма, жылама жорығым. Жылама. Аз қалды. Барам ғой десем, өзім кәртейіп отырмын, жолда кетіп қаларымды. Одан анау карантин ғой апа, жетеміз. Оның үстіне жібермейді bu жақта. Міне қазір милиция өтті. Милиция өтті. Маска қайда? Маска үйді. Ой, маскамы тағып отырмыз біз. Міне апам. Маскасы бар апам. Саматсыз аға. Міне. Қалыңыз қалай? Міне. Міне, осы отыр. Иә. Сәлем Дариға. Шығамыз болды. Иә. Айналайын. Жылама көкім. Иә. Аз қалды, кішкене оқуың бітсін, сен келесің. Бәрі ел аман бір тыныш отырмыз. Мына қазіргі жастарда ешқандай ибадат жоқ.
Bұрынғы кәриенің бәрі, көзгөзгі кәриенің бәрі азайып қалды. Мына заман не әдейі сынақ. Бұл сынақ халықтың басынан өтсін. Жақсы жаманды көргендердің ойына түссін. Деп, біз қандай болдық, сондай болсын деп Алланың қойған сынағы. Бұған ешқандай өкінбеңдер халқым. Бұда зу деп өте шығады. Бірақ халық аман болсын, ел аман болсын. Ел ішінде өзіміз аман болайық. Тәубеге келейік. Тобаға келейік. Иә, тойсаң тоба қыл дейді. Мен бір нағашым айтқан екен. Балалар, соғым сойсаң сиыр сой, сорпасы болар ғой. Табақтамай, шарадамай, бәрі қалдау жаланбай деген екен. Сол айтпағыштай, қазір әр нәрсеге тоба қылу керек. Суда бұда өте шығады. Балалардың қызығын Алла енді көрсеткен балаларының алдында алсын. Осы балалардың өмір жасы ұзақ болсын. Аумин. Одан басқа айтса сөзім жоқ, не айтсам. Кім аузыңа сен? Бергі Динара, өкіл қызым. Немене, туған күніне құттықтап келген жоқ Келген жоқ әлі. Барам апа деген келген жоқ. Өкіл қыз ба? Өкіл қызым. Кім келді, кім келмеді апа? Ер болды кі. Кім шапқылап бірінші келген кім? Бірінші тапқыламын Динара келді қазір. Одан кейін Айша менен Ағдира келді. Патшақұл апа келді ме? Патшақұл келген жоқ. Тегі есік алдынан шықпай ма немене апам? Шықпайды. Кімді жалғыз шай ішкізбесін апа? Құдай айтпайды. Шулап, улап отырып шай ішкенге ештеңе Көппен жетпейді ғой. ішкен жақсы ғой. Жалғыз отырып мен де шай ішемін. Ана балам оқуға кетеді сыпытуға. Жалғыз өзім шайды қоям, сүт бар, айран бар, бәрі бар. Пиалайды алып шығып, мына көшеге шығам. Келдер шай ішемін. Қазақтың кең байтақ даласындағы адамдарымыз ғой. Деп сөйтем ғой. Жалғыз шай ішкен. Қалада отырсам да мен жалғыз шай ішемін. Ой, жаман, қалаң жаман. Саракүлдің үйіне барайын десең, бір есік, бір тесік. Бірақ о жерде де кемпірім бар. Мына ауылдың балалары 40-тық жасап, не тауып жатыр? Киім тауып жатыр. Әй, сендер жеңгелеріңе жаңа қой қырыққаннан бір-екі мороженое әкеп бермедіңдер ғой? Қазір балам өзі әкеп жеді мороженейді. Әй, енді тегін қырықтыңдар ма? Қадек қой. Өтірік. Өздері жаратады. Аллай, бұлар ақша не керегі бар деймін. Қазір әкеп, мен балам жеді, жанында отыр. Маған бүйтіп соңға түк. Бұлар дейді, Алла. Бұлар ақша не керегі бар ойбай? Әкеге шешек әкеп бермейді. Өздері жаратады. О, Сайранбайдан да барып қырып келді мен балам. Бір сом берген. Бұларға ақша керек. Бұларға единица керек. Екі тиын түсіп қалған екен. Соны апа деп беріп, оны анаусы қағып алды. Ана мектептегі балаларға пряник береді екен ғой, сыйлық. Соған жинап келді бір қатын. Сөйтіп, жоқ, мә деп бере салды.